Сәлем достар, бүгін бір жасағаннан өте керемет болып шығатын блинчиктер дайындаймыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер. Ең алдымен біз құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, үстінен 3 ас қасық қантымызды саламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үй температурасындағы 1 бокал суымызды құямыз. Бұл блинчиктің ерекшелігі ешқандай сүтсіз, жай ғана судың көмегімен жасалады. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Толық рецепті төменде жазып өттім. Үстінен 3 ас қасық ақ майымызды құямыз. 1-2 минут көлемінде араластырамыз. Мен алдын ала ұнымды үккіштен өткізіп дайындап алдым. Ұнымды 3 бөлікке бөліп салдым. Барлығын бірден салып өтуге болмайды. Мінекей ұнымды жақсылап араластырып алдым. Енді осының үстінен 1 бокал қайнап тұрған суымызға жарты кішкентай қасық содамызды салып жақсылап араластырып, қоспамыздың үстінен құйып, 1-2 минут көлемінде миксерлеп аламыз. Енді қызып тұрған табамызға жарты ожаудан құйып пісіріп аламыз. Дәл осы төмендегі рецептпен жасасаңыздар 11-12 дана блинчик шығады. Мінекей өте дәмді болып шығады. Табамызға ешқандай да май жағып қажет емес. Өзі қоспамызда май болғандықтан ешқандай май жақпай пісіріп аласыздар. Міне осындай майда тесікшелері болып, өте әдемі болып шығады. Міне мен блиналарым дайын. Екі беті де қып-қызыл әдемі болады. Ешқандай сүттің көмексіз жай ғана сумен осындай керемет блинчиктер дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер.